Негізінде менің екі мамандығым бар. Бірінші мамандық, оқу бітірген мамандығым энергетика, оның ішінде электростанциялар жүйесінің инженерімін. Екінші мамандығым мұнайшы. Осы екі салада да көп жылдар бойы жұмыс жасадым. Алғашқы жылдарында, оқу бітіргеннен кейін жылдарында көптеген электростанцияларының өздеріне барып, практикадан өтіп, сонда жұмыс көзін алғаш ашуға тура келді. Яғни, Екібастұз ГРЭС, Жамбыл ГРЭС, Павлодарский ТЭЦ, Карагандинский ГРЭС деген жерлердің бәрін аралап көріп, оның тәжірибелерімен алмастым. Қазіргі таңда айтылып жүрген атом электростанция салу жөніндегі референдумға байланысты салыстырмалы түрде айтатын менің де өзім тәжірибем барғандықтан көбіне осыны ойлап жүрмін және айта да аламын. Яғни бұның тиімділігі, экологиялық жақсылығы салыстырғанда көмір мен газды пайдаланатын электростанцияларға қарағанда бұл әлдеқайда экологиялық шығындары төмен. Себебі қазіргі таңда мына МАЭК жұмысына көп араласам, станциясының ішінде. Онда да жылу электростанциясы бар және атом электростанциясы болған. Қазір оның корпусы бар. Бұрынғы істеп жүрген кездерінде оның тазалығы, сыртындағы ешқандай қоқыстың жоқтығы, аппақ болып сыртында жұмыртқадай тұрған несі атом электростанциясының өзінің құрылысы сол күйінше тұр әлі күнге шейін. Яғни оған ешқандай көмір, газ шығындары сондай келмейді. Оның жаңағы ауаға лақтыратын көмір қышқыл газда ондай жоқ. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, әлдеқайда бірнеше есе төмен. Енді оның тиімділігін көп халық айтып жатыр ғой. О жағына енді менің өзі көзқарасым солай. Негізгі қазіргі салынатын қазіргі кезде қаралып жатқан жобалардың ең бір тиімділігі ол өте жоғары деңгейдегі 3+ деген жобаменен салынатын станциялар. Олардың тек қана мамандар ғана түсіне алады оны. Біздер енді ауызша айтып, оның ең бірінші мәселесі оның жұмыс қауіпсіздігінің жоғарылығы, экологиялық жоғарылығы, тиімділігі жоғарылығы және өте пайдалы әсер коэффициент использование дейді ғой, коэффициентті пайдалану нәтижесі өте жоғары екен тиімділігін айтады. Әрине, энергия көзі тек қана бұнымен шектелмейді. Бұл көмірді немесе газды тоқтатпайық деген әңгіме жоқ. Бұнда да қазіргі замандағы күн энергиясын, жел энергиясын пайдаланатын жобалар жалғасып жатады. Сол бірақ қосымша есебінде бұл үлкен энергияның көзінің, қосымша үлкен энергия көзінің және бұл өте тұрақты бірнеше жылдар бойы өзі жеке дара істейтін объект болып есептеледі. Как маман есебінде мен осыған енді өзім барамын, халықты да соған шақырамын. Енді әрине әр азаматтың осындай көзқарасы болған дұрыс деп есептеймін. Ең басты мені ойландыратын мәселе жастар. Біздің жастар ядерный технологияны үйренетін, бізде ондай жастар бар. Біздер оны жастар алып кетеді. 10 жылдың ішінде көп азаматтар дайындалады және көп институттарда оқып жатыр, шетелдерде жұмыс істеп жатыр. Сол мамандар келіп, біздің қазақ жастары оның ішінде ядерный технологияның игереді деген мен сенімдемін. Сондықтан жастарды осыған шақырамын. Болашақ жастарда.